Бұл тақырып рухани құлдықтан емделу ішкі бостандыққа жол деп аталады. Яғни рухани құлдықтан емделудің 7 жолын айтатын боламын. Алдыңғы эфирді көрген болсаңыздар, рухани құлдық дегеніміздің не екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Тағы бір еске салып шолу жасап өтейік. Рухани құлдық дегеніміз бұл жан дүниеміздің ренішке, қорқынышқа, кінәлауға, адамдардың сөзіне, қандай да бір тәуелді қарым-қатынасқа, немесе өткенге байлануға қатысты әрекетіміз. Яғни осы нәрселерге байланып қалуымыз. Жүрегіміз бір нәрсеге байланып қалғанда, біз өзімізді жоғалта бастаймыз. Оны өздеріңізде байқайтын боларсыздар, иә? Бірақ бұл байланудан, яғни рухани құлдықтан арылуға болады. Яғни оның емі бар. Бүгінгі эфирде соның 7 түрлі жолын қарастыратын боламыз. Ручка, блокноттарыңызды алып жазып алсаңыздар болады, себебі өте маңызды және кез келген жерде айтыла бермейтін дүниемен бөлісетін боламын. Және осы эфир пайдалы болсын десеңіздер, 5 немесе 10 досыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Алдын ала рахмет. Сонымен дайын болсаңыздар, бастайық. Рухани құлдықтан емделудің бірінші жолы ол өз проблемаңды мойындау екен. Өз проблемамызды мойындаудан қорықпау екен. Қазақта сөз бар, я, ауруын жасырған өледі дейді. Өздеріңіз байқасаңыздар, өздеріңізден де немесе өзгелерден де қарасаңыздар, ішкі жан дүниесі өртеніп тұрады, бірақ менде бәрі жақсы деп жүре береді. Ішінде не болып жатқанын сыртқа шығармайды. Шынайы емделу ол осы іштегі нәрсені шынайы мойындаудан, іштегі қоқысты шынайы шығара білуден басталады екен. Біреуге ренжісеңіз, өзіңізге ренжісеңіз, я, мен ренжідім. Я, мен шаршап кеттім. Я, мен күнә жасап қойдым. Я, мен өзімді таппай адасып жүрмін. Деген сияқты мойындаған ол іштегі қоқыстан арылуға, ішіміздегі жан дүниемізді жаңартуға және жеңілдеуге өте жақсы көмектеседі екен. Мойындау ол әлсіздік емес. Мойындау ол рухани құлдықтан арылуға бастайтын алғашқы қадам екен. Осы қадам түсінікті ме сіздерге? Мойындау сіздер үшін оңай ма? Егер солай болса, пікірлеріңізді жазып өтсеңіздер болады, мен міндетті түрде оқып отырамын. Келесі қадамға көшейік. Екінші қадам ол кешіру. Кімді? Әрине, ең бірінші өзімізді. Өз өзімізге деген реніш ол рухани құлдықтың ең терең түрі екен. Не үшін мен солай жасадым? Не үшін мен оны уақытында тоқтата алмадым? Неге мен бұрын тыңдамадым? Неге солай істедім, неге бұлай істедім деп өз-өзіңді жей беру, ол өзіңді рухани құлдықтың тереңіне тастаудың бір жол екен. Осындай сұрақтар адамның жанын жылдар бойы жей береді екен. Сондықтан да бір сәтке тоқтап, өзіңнің бойыңдағы өзіңе деген ренішті толығымен босатып алған әлдеқайда пайдалы екен. Себебі өзіңе мейірімсіз болу, бұл біздің рухымыздың емделуіне тұсау болады екен. Ал өзімізді кешіру, бұл рухани құлдықтан емделудің маңызды қадамдарының бірі болып саналады екен. Келесі ең маңызды қадамдардың бірі ол Алламен байланыс. Бұл ең мықты ем. Рухани құлдықтың басты себептерінің бірі осы Алламен байланыстың әлсіреуі. Алла ол бәрін білет, бәрін түсінет, кешірет, е? Біз біреуге ренжісек түсінет. Біз өзімізге ренжісек біздің жүрегімізді жібітет. Біз шаршасақ ол бізге күш-қуат береді. Тәубе жасасақ, дұға жасасақ, соның барлығын қабыл етіп, жүрегімізге тыныштық алып келетін ем береді, е? Бірақ осы нәрсені көп адамдар жасай бермейді. Жасаса да шынайы емес. Ауызбен айтады, іс жүзінде, жүрек деңгейінде жоқ. Сондықтан да нәтижеге жетпей жатады да, мен не істеп қойдым Құдай деп, Құдайды кінәлай бастайды. Бұл көп адамдарда кездеседі, оны өздеріңіз де білесіздер. Төртінші қадам өзіңді тануға уақыт бөлу. Айналаңызға қарасаңыз, көп адам өзін тыңдамайды. Автобусқа кіріп қарап көріңіз, әріптестеріңізге қарап көріңіз. Не істеп жүр? Ішкі әлеміне үңіле ма? Әлде тек қана сыртқы әлеммен өмір сүріп жүр ма? Жұмыс, ақша, бала-шаға, тағы сол сияқты. Осындай күнделікті күйбең тіршілік ол жүрегіміздегі дауысты тұншықтырып тастайды екен. Жүрек басқа нәрсені қалайды, біздің әрекетіміз басқа нәрсе болғандықтан жүрегіміз тұншыға береді екен. Ал біз оны байқамаймыз. Рухани емделу
ол күніне кемінде 10 минут болса да өзіңмен болу, өзіңе сұрақ қою. Қандай сұрақтар? Жазып аламыз. Мен дәл қазір не ойлап тұрмын? Мен бүгін неге ренжідім? Кімге ренжідім? Мені не мазалап тұр? Мен не қалаймын? Осы сұрақтарды өздеріңізге қойып, шынайы жауап алсаңыздар, өздеріңізді тануға өте көп мүмкіндік береді екен. 4-ші қадам түсінікті болса, келесі қадамға өтейік. 5-ші қадам ол көптеген психологтардың, коучтардың айтатыны, бірақ көп адамның оңайлықпен жасай бермейтіні. Ол әрине реніш, ренішті босату. Реніш бұл қолымызға тікенек ұстағанмен бірдей. Мысалы, роза гүлін сізге сыйласа, роза гүлі өте әдемі, иісі күшті, бірақ тікенегі қолыңа кіріп кетсе не істейді? Ауыртады, иә? Сол сияқты реніш ол біздің жан дүниеміздегі тікенек екен. Егер оны алып тастамасақ, ол одан әрі біздің ішімізді, жан дүниемізді, жүрегімізді ауырта береді екен. Әрине ол үшін не істейміз? Кешіреміз. Кешіру ол өзіңе рақымдылық көрсету. Өздеріңізде байқаған боларсыздар, осы ренішті босату техникасын жасап жүрген болсаңыздар, жасап көрген болсаңыздар, өзгелерді, өзіңді кешірген сайын жан дүниең ерекше бір жеңілдеп қалады, иә? Рахат бір сезімге бөленесің. Сондай сезімді үнемі сезіну үшін біз әрдайым бойымыздан ренішті босатып отыруымыз қажет екен. Сонымен 5-ші қадам түсінікті болса, келесіге өтеміз. 6-ші қадам тәуелді қарым-қатынастан арылу. Қалай? Ол болмаса мен бақытсызбын, ол болмаса мен өмір сүре алмаймын, ол мен тастап кетсе мен не істеймін? Деген сияқты ойлар ол адамға тәуелділіктің көрінісі екен. Ешбір адам, мейлі жақынымыз болсын, ол біздің ішкі тыныштығымызға жауапты емес. Бұл нені білдіреді? Көп адамдар өз өміріндегі тыныштықты, қуанышты немесе бақытты басқа біреудің қолына табыстап қояды. Мысалы, ата-анам мені түсінбейді, сондықтан да менің көңілім тыныш емес. Жолдасым маған көңіл бөлмейді, сол үшін менің мазам кетіп жүр. Жақындарым мені қолдамайды, сол себепті өзімді жаман сезінемін. Осындай ойлар арқылы біз менің жан тыныштығым өзге адамға байланысты деп жауапкершілікті сыртқа ысырып қояды екенбіз. Бірақ бұл шындық емес. Себебі ешкім біздің жан дүниемізді емдей алмайды, өзімізден басқа. Одан кейін жауапкершілікті өзгеге арту қажет емес. Менің көңілімді кім көтереді, менің жүрегімді кім тыныштандырады, менің өзіме деген сенімімді кім тудырады деп отырудың қажеті жоқ. Яғни бұл сұрақтардың жауабын өзгелерден іздеудің қажеті жоқ. Бұл сұрақтардың жауабы өзімізде. Өз жүрегімізге нені кіргіземіз, соны көреміз. Жүрек ол жауапкершілігі өзімізде болатын мекен. Оған тыныштықты сырттан күту, ол қолымыздағы кілтті бөтен адамға берумен тең екен. Ал біз оны қаламаймыз, иә? Біздің жүрегіміз қай кезде тынышталады? Ол Аллаға шынайы байланғанда ғана тынышталады. Аллаға байлану ол жүрекке тыныштық беретін ең нақты жол екен. Себебі адам өзгеруі мүмкін, Алла өзгермейді. Адам көңілінің қалауы бойынша қарауы мүмкін, Алла әділетпен, кешіріммен қарайды, мейіріммен қарайды. Адамның қолдауы уақытша болады, ал Алланың мейірімі, Алланың қамқорлығы ол тұрақты. Жүрек тек қана Аллаға байланған кезде ғана адамның сөзіне емес, Алланың сөзіне сене бастаймыз, Аллаға сене бастаймыз. Ең жақыннан айырылса да сабыр сақтай аламыз. Қиындық көрсек те, мен жалғыз емеспін, менде Алла бар деп үмітімізді жоғалтпай өмір сүре аламыз. Ол туралы Құранда да айтылған, иә, біліңдер, жүректер Алланы еске алумен ғана тынышталады делінген. Бұл өте маңызды қадам болды, сондықтан да қайталап тыңдап шықсаңыздар болады. Келесі соңғы қадам ол әрине тұрақты әрекет. Рухани емделу бұл бір күндік процесс емес. Бұл күнделікті өзіңмен үздіксіз жұмыс істеу. Күнде аз-аздан ренішті босату. Күнде аз-аздан бастап шүкір ету. Күнде аз-аздан өзіңді кешіру. Осындай кішкентай қадамдар біздің жүрегімізді емдейді екен. Осы мен рухани құлдықтан арылудың 7 қадамын толығымен айтып өттім. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Енді қорытындылайық. Сонымен рухани құлдықтан шығу бұл өзімізді табу, өзімізге қайтадан оралу екен. Бұл басқаларға емес, өз жүрегімізге мейірім таныту. Аллаға арқа сүйеп, адамдардан, өткеннен,
болмаған нәрседен арылу екен. Жоғарыда айтып өткенімдей, бостандық ол ішімізден басталады. Тыныштықты адамдардан емес, жүрегіміздің иесінен іздеуіміз қажет. Сонда басқалардың әрекеті бізді құлата алмайды. Сонда біз рухани тәуелсіз және ішкі тыныштықта өмір сүре аламыз. Олай болса, бүгіннен бастап рухани құлдықтан арылумен жұмыс істейік. Және жұмысты бастар алдында мына бір керемет дұғаны оқып алсаңыздар болады. Бисмиллах, я Раббым, маған шынайы бостандық сыйла. Жүрегімде қалған өкініш, реніш, қорқыныш, кінәлау барлығын өзіңе тапсырамын. Мені ішкі ауырлықтан арылт. Менің рухымды босатып, тыныштыққа жетелеші. Мен өзіңе сенім артамын, өзімді өзіңе тапсырамын. Амин. Осы дұға арқылы бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Баршаларыңызға пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.